Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмі өте ерекше әрі пайдалы котлеттердің рецебімен бөлісетін боламын. Мұндай ерекше котлеттерді біз көкөністерден жасайтын боламыз. Мұндай котлеттерді әсіресе балаларымызға, үлкен кісілерге, жалпы бәрімізге осындай котлеттерді жеп тұрған өте пайдалы. Сонымен мен сәбіздерімізді, картопты және қызылшаны суға пісіріп алдым. Содан кейін барлығын үккіштен өткізіп, қызылшаны жеке ыдысқа, сәбіз бен картопты жеке ыдысқа салып қойдым. Енді дәміне қарай тұз қосамыз. Содан кейін картоп пен сәбізден қызылшаға аздап қосатын боламыз. Мен бір жұмыртқамызды алып, екі бөлікке бөліп қостым. Енді майымызды қатты қыздырып, қолымызды суға мала отырып, котлеттерімізді дөңгелектеп, ұнға бір аунатып, майымызға саламыз. Котлеттеріңізді жұқарақ жасасаңыздар және майға қаттырақ қуырсаңыздар, котлеттер өте дәмді және қытырлақ болып шығады. Егер сіз менің каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп қойыңыз, жанында қоңырауша белгішесін басып қойыңыз. Міне осылай біз барлық котлеттерімізді шетінен пісіріп аламыз. Бұл котлеттер дастарханға да өте әдемі көрінеді. Сіздер де жасап көрсеңіздер, міндетті түрде сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Тағамдар каналы.